Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 7 шілде 2022 жыл. Шымкентте өте күн ыстық. Термометрдің градус жайшылықта көңнің үстіне қойып қойғам. 43 градус көрсетіп тұр. 43 градус көрсетіп тұр. Мен ешқандай палатка, ондай төбеде сетка осы борттың үстіне қойған жоқпын. Тек қана осылай шөп бар, жаңағы ағаштың бұталары бар, жаңағы жалпы осында азғантай көлеңкі қылып қойғам. Идея бойынша шұбалшандарымыз өліп қалу керек. Күн ыстықта қалай шыдайды деген шыдамдылығы тексерейік. Бортты ашып, мына жерде шұбалшандардың жағдайын қарайтын боламыз. Төбе жағында ешқандай шұбалшан жоқ. Екі, 5 сантиметр пәске қаздым. Бұл жерде шұбалшанның несі көрінбейді, тіршілігі. Әнекей. Бір 10 сантиметрде қазған кезде олар астында шықты. Қолға ұстап қарасам, көңнің температурасы әдеуір жаңағыдай салқын. Шұбалшандар өздерін жақсы сезініп жатыр. Салқын, әжептеуір салқын. Көңнің асты салқын болады екен. Олар осылай күннің ыстығында өздерін пәске түсіп кетеді екен, және өмір сүруін жалғастыра береді екен. Демек, біраз болып қалған, негізі жалпы бұл жерге мен жаз басталғалы ешқандай көлеңкі не жасаған жоқпын. Сіздерде мысалға сетканы қоймай ақ төбесіне осылай қолда бар материалдарды көлеңкелетіп, бұталар болады, шөп болады, арам шөптер болады, жаман шөптер болады, жаңағыдай үстіне тастап қойсаңыздар болады. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Каналымызға подписка жасап, демеу көрсетулеріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.